Таңертеңгі абыр-сабырмен басталған күн кешке қарай саябырсып, үй іші біртіндеп тыныштала бастады. Қонақтар тарқап, күлкі мен әңгіме үні бәсеңдеген соң, Есмағамбет аулаға жалғыз шықты. Күні бойы тыным таппаған көңілі енді ғана босап, таза ауада еркін тыныстап, ойға шомғандай. Аула толы жеміс ағаштар мен көкөністерге көз жүгіртіп, әр бұтаға тоқтай қарап өтті. Күннің қызуы қатты еді. Сол себепті жүзімнің саясына кіріп, сәл саялағаны сол еді, кенеттен бір баланың нәзік даусы естілді. «Мама, мама» деп әндеткен сол дауыс Есмағамбетті еріксіз елең еткізді. Жан-жағына қараса, ешкім көрінбейді. Біраздан соң ғана жүзімнің көлеңкесінде құммен ойнап отырған кішкентай баланы байқайды. Қолында ойыншық күрекпен шелек. Өзі әндетіп отыр. Есмағамбет жайлап жақындады. Бала оны алғашында байқамады да. Тек қасына келіп, тіл қатқанда ғана бұрылып қарады. «Атың кім?» «Сержан». Баланың үні бәсең, бірақ жылы еді. Әңгіме бірте-бірте жалғаса берді. Бала анасының атын айтты. Ал әкесі жайлы сұраққа келгенде үнсіздеу қалды. Есмағамбет оның басынан сипап еркелете түсті. Бала да жатырқамай, жақындай түсті. Тіпті еркелеп, «Басымды иіскеші» деді. Сол сәтте екеуінің арасында бір ерекше жылылық орнады. Бейтаныс адамдар емес, баяғыдан таныс жандардай жақындасып кетті. Кеш түсе олар қайта жолықты. Бұл жолы Сержан одан да еркін еді. Жанына келіп әңгімесін өзі бастады. Анасы туралы, алыста жүргені туралы, оны сағынатыны туралы айтты. Баланың аңғал сөзі, кіршіксіз сағынышы Есмағамбеттің жүрегін толқытты. Сол сәтте ол ойланбастан: «Сені Алматыға алып кетемін» деді. Бала сенер-сенбесін білмей, бір сәт үнсіз қалды. Сосын көзі жайнап: «Барамын» деді. Бұл сөз оның арманы еді. Оның қуанышы шексіз болды. Ол енді анасымен кездесетінін, әкесінде табатынын елестетті. Екеуі бірге дүкенге барды. Сержан балмұздақтың түр-түрін таңдап, қуаныштан бал жанды. Қайтар жолда ол тоқтамай сөйлеп, болашақ жоспарларын айтып келеді. Ал Есмағамбет болса, баланың осы бір шынайы қуанышына қарап, іштей тебіреніп келеді. Кешкісін Сержан атасының жанынан шықпады. Еркелеп күліп, ақыры шаршап ұйықтап қалды. Бірақ дәл сол сәтте үлкендердің әңгімесі басталды. Баланы қалаға алып кету оңай емес еді. Оның өз қиындығы, өз жауапкершілігі бар. Есмағамбет үнсіз қалды. Бірақ оның жүрегінде бір ой анық еді. Бұл бала жай ғана кездейсоқ жолыққан жан емес. Бұл мейірімге зәру кішкентай жүрек еді.